Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін өте дәмді, тәбет ашатын орыс халқының ұлттық тағамы борщ әзірлейтін боламыз. Қызылша қосылып жасалатын, ішінде дәруменге толы осы тағамды менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, ішіне май құямыз, үстіне етімізді салып, кішкене 5-10 минуттай қуырып аламыз. Келесі кезекте үстіне бір бас пиязымызды саламыз. Содан соң бір шай қасық томат пастасын саламыз. Және майдалап, кубиктап туралған осындай бір бас сәбізімізді салып жібереміз. Тағамға дәм кіргізу үшін осындай 2-3 бас сарымсағымызды үкіштен өткізіп немесе майдалап турап салып жібереміз. Және бір болгар бұрышын саламыз. Байқағандарыңыздай, біз көкөністің барлығын осылай 4 бұрышты майдалап турап салып жатырмыз. Енді үстіне орам жапырағымызды саламыз. Борщымыздың негізгі құрамы болып табылатын дәруменге ең бай осы көкөнісіміз, қызылшамызды үкіштен өткізіп, соңында осылай салып жібереміз. Тағамымыздың дәміне қарай тұзын салып, үстіне ыстық қайнаған суымызды құямыз. Осылай бір қайнағаннан кейін отымыздың астын бәсеңдетіп, жай отта 35-40 минуттай қайнатып аламыз. Қайнаған сорпамыздың үстіне бір бас картопымызды салып жібереміз. Және жарты лимонның согын осылай қолымызбен қысып құямыз. Достар, егер менің каналым сіздер үшін пайдалы болып жатса, ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, белсенділік танытуларыңызды сұраймын. Және подписка батырмасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міне осымен біздің дәруменге бай, өте дәмді борщымыз дайын болды. Мен ұсынған осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.